Salamat selamat. Al, бүгінгі сабағымызға өтеміз. Бүгінгі сабағымыз бізде ерекше сабақ бар, иә. Ерекше сабақ, бүгін әдебиет оқу сабағынан біз бірінші көңіл күйіміз қандай біздің? Жақсы. Өте керемет. Осындай жақсы көңіл күймен біз сабағымызды бастаймыз. Ал бірінші амандасып алайық. Орнымыздан тұрамыз, барлығымыз. Иә, суретке қарап, бірінші қалай амандасамыз біз? Иә, шайын одан кейін екінші, үшінші кейінгісі жүрекше. Бұлай жүрекше аламыз. Өте дұрыс. Отырыңыз. Ал енді басымыз отырамыз, кітапты ашамыз. Сабаққа зейін қойып тыңдаймыз. Болды. Енді біздің бірінші сабағымыз әдебиет оқу сабағына. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілінде көктем айларын атайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Өте керемет. Ал енді қазір қай ай қазір? Наурыз. Ертең біздер наурыз айында қандай мереке келе жатыр? Қазақтың ұлттық мерекесі, жаңа жыл мерекесі. Өте жақсы. Ал енді біз қазір ертең қазір көктем мезгілі. Көктем мезгілінде нелер ұшып келеді бізде? Қарлығаш, яғни құстар ұшып келеді. Жылы жақын деген өзіміздің отанымызға келіп, олар мелады ұшып келеді. Ал енді балалар көңіл күйіміз жақсы болса, енді жақсы көңіл күй психологиялық дайындық жақсы бір өлеңді айтамыз, қан? Біз балдырар баламыз, қойсай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып біліп аламыз. Өте керемет, жарайды. Ал енді кеше үй тапсырмасына біз қандай сабақ оқыдық балалар? Ол ертегі. Балалар бізде ертең наурыз мерекесінде қандай ұлттық ойындар болады? Алты бақа. Қол көтеріп айтамыз. Тек қана. Асық ойыны. Қуаныш, көкпар ойыны, алинот. Қазақтың алты бақа. Ал енді мына жерде балалардың үй тапсырмасын асық жинау әдісімен біз үй тапсырмасын сұраймыз. Кеше біз ертегі деген өтіп, сол ертегіге біз Ақбас Торғай туралы үй тапсырмасын пысықтаймыз. Мына үстелдің үстінде асықтар бар. Сол асықтардан қолымызға жинаймыз. Біз не істейміз? Сұрақтарға жауап береміз. Әр топқа, яғни үш топқа бөліп қойдым. Бірінші топ, екінші топ, үш. Әр топтың топпасын сайлап алайын. Мына топта Қуаныш, келесі екінші топта Қыдыр болады, үшінші топта Алтынай болады. Ал енді үш топтан топпасын сайлап қойдық. Енді бізде қазақтың ұлттық несі бар бізде? Домбырасы бар, иә? Осы домбырамен біз не қыламыз балалар? Бағалаймыз. Яғни өзімізді бағалауды білеміз, иә? Ал осы домбырамен үй тапсырмасына бір бал қай неге айтамыз, соған қоямыз, соңында осы қорытынды балдар өздерін бағалайсыңдар. Түсінікті ма? Ал енді мен қазір бағалауды беріп алайын қазір. Ал. Болды ма? Сендерге неше берді? Ал аламыз. Бәріміз алдымызда тұрады бағалау. Әрқайсымыз осы домбыра әдісімен қазақтың ұлттық аспабы, сол арқылы біз үй тапсырмасын бағалаймыз. Яғни бізде қазір жаңа айтты ұлттық ойындарда қандай ойын еді? Асық ойыны. Мына үстелдің үстіндегі асықтарды осы асықпен біз не қыламыз? Балалар бағалаймыз. Ал енді мына топта кім шалды? Қуаныш шалды. Ал айтамыз, біреуін алды, бір асық аламыз, оқимыз. Түзіп тұру. Неше күн еңбектенеді? 7 күн еңбектенеді. 7 күн және 7 түн не бар екен олар? Еңбектенеді екен. Қожына саламыз. Асын бір тілей жіберсін. Кесестесе, жылдан. Оны бұл бір жасын.
Iya. 7 күн еңбектенеді. Келесі мына топтар келе ал. Оқимыз. Ертегі дегеніміз адамның ойынан жаңағы қиялынан шыққан нені біз не деп айтамыз? Ертегі дегеніміз. Ал келесі топтан Алтынай келе ғой. Ал қан аламыз содан. Жауап берген оқушылар бір балдан қойып отырасыздар. Үй тапсырмасына. Өте дұрыс. Бөліктерге бөліп ат қой дейді. Ақбас қорғайды, бөліктерге бөлеміз. 3 бөлікке бөлеміз. Басы, негізі, соңы. Бірінші бөлігін айтыңызшы. Бірінші бөлігі олар. Бірінші бөлігі. Ақбас қорғайды. Бұлай қара. Жоқ, ақбас қорғайды бірінші болған жоқ. Бірінші не болады? Бір жылдағы 365. Жоқ, дұрыс қой. Басы солай болады, иә? Басы не қылады? Басы олар. Құстардың бірінші не істеуі? Жиналуы болады. Екінші бөлігіміз құстардың еңбектенуі, одан кейін үшінші құстардың қуанышы. Дұрыс. Ал келесі дұрыс бірінен сәл сұрағымыз болмай. Дұрыс. Дұрыс сұрағылар? Дұрыс. Енді келесі мына топтан Балтезім. Балтезімнен жауап береміз. Аламыз. Қан оқимыз. Құстардың қуанышы. Құстар нені қуанады? Қаныш бала. Құстар қалай қуанады? Артық нені? Көмектесеміз, кәні мына топтан көмектесеміз. Құстар қалай қуанады? Суды іздеп, яғни яғарына өзіңді бағалай аласыз. Ал келесі ана топтан және келе ғой. Ал ертегі кейіпкерін ата. Дұрыс. Ертегі кейіпкерлерін аташы. Кім бар жерде? Ақбас торғай. Дұрыс. Өте жарайсың. Ақбас торғай, бүркіт және тырна, ақ тырна бар екен, иә? Өте дұрыс. Ал енді қорытынды жинап жатырмыз, балалар асықты. Ал енді келесі мына топтан тағы бір сұраққа жауап береміз. Кім жауап береді? Гүләсел, кел ал. Ал. Жылдам жауап береміз. Ертегіге басқаша қалай ат қоюға болады? Ертегіге басқаша. Бұл жерде қойылып тұр ғой, ақбас қорғайды. Ақбас қорғайды. Иә, енді тағы басқаша қалай? Ақбас қорғайды. Құстардың қуанышы. Дұрыс. Құстардың құтқаруы. Құстардың яғни құтқаруы болады. Иә, дұрыс. Иә. Өте дұрыс. Ал тағы да мына топтан жоқ сен жауап бердің ғой. Кел ал. Бермедім ба? Кел, әдемі кел ал. Балдар тыныш отырамыздар, жауап береміз. Үй тапсырмасы бұл кәні. Ертегінің соңы неден аяқталады? Ертегінің соңы неден аяқталады? Жоқ, өз айтады. Сұраққа жауап береміз. Қалай? Тыныш айтпаймыз. Құстардың барлығы неге қуанады олар? Суды әкеліп, яғни суды қазып, ерлады, сонымен қуанады. Енді келесі ана топтасаңыз, Аида. Сұраққа жауап береміз. Ал, дұрыс. Жылдың қай мезгілі бейнеленген? Жоқ, көктем емес. Жоқ. Жаз мезгілі бейнеленген. Ал, дұрыс. Ал, енді балалар қараңдар. Балалар бағаладық па, бір
алды? Қыдыр алды. Иә, кім? Аида. Кейін кім алды тағы? Иә, және дұрыс. Балалар өздеріңіздер бағалап жатсыздар ма? Ал енді барлығымыз бері қараймыз. Үй тапсырмасын сұрап қояйық. Енді қараңдар, енді мен үй тапсырмасын пысықтаймын. Кеше өткен сабақта біз қандай нені өттік? Ақбас торғай деген иә. Енді мен қазір әр топқа сұрақ беремін. Сол топқа не қыламыз біз? Қорытынды есебінде кім сұраққа жауап береді, сол оқушыдан 2 балдан қосымша алады. Ал бұл жерде ертегі мен қазір түсіндіріп аламын. Ертегі дегеніміз адамның ойынан, қиялынан туындайтын шығарманы бір түріміз ертегі дейміз. Ертегінің қиялға жайлы, тұрмысал, жан-жануарлар, құстар туралы ертегілер бар. Ал енді бұл жерде Ақбас торғай дегенде бұл жерде бас кейіпкерлер торғай, ақырна, бүркіт, яғни бар. Бұл жерде ертегі немен аяқталады бар? Ертегінің соңы жақсылықпен аяқталады. Бұл жерде жылдың қай мезгілі бейнеленді? Жаз мезгілі. Яғни олар не істейді? Судан барлық нәрсені құран барлық неғып кейін олар не істейді? Тұрмыстарымен арықты не қылады? Қазып сөйтіп нешеуін еңбектенеді? 7 күн еңбектеніп олар қуанып яғылады. Бұл жердегі ең қуанышы сыймаған қандай құс екен? Жоқ. Ақбас торғай ол не істейді? Жалғалық істеп басын не істейді? Ақ бормен бояп алады, соңында іші құса болды. Не істейді екен ол? Соңынан бөліп алады екен. Сөйтіп ақырында ол ақ борды не алады? Кетіре алмайды. Ақырында содан бері оны не дейді? Ақбас торғай. Ақбас торғай қазір көрсеңдер, ол өзі жеке дара не істеп жүреді екен? Ұшып жүретін құстың бірі екен. Ал балалар, енді мен осы тақырып бойынша қазір мен айтамын. Мына бірінші топтан не үшін оны Ақбас торғай деп айтамыз? Жаны қиналмасын деп не істейді? Дұрыс па балалар? Дұрыс. Отыралға өзге 2 балл қоямыз. Сендерге ал енді сұрақ қоямын. Ертегі осы жерде ертегі қай түрге жатады? Айтайыз. Ертегі қай түрге жатады? Алинұр? Ертегі әңгімелер. Жоқ, әңгімелер емес. Есеп. Сипаттауға. Жоқ. Қандай күйге жатады? Ертегінің. Қиялға жайы, құстар, жан-жануарлар. Құстар болады. Өте дұрыс. Өзіңе 1 балл қоясың, 1 балл қоясың жауап берген үшін. Енді келесі, осы жердегі ертегідегі Ақбас торғайға тағы басқа мәтінге қандай ат қоюға болады? Тағы басқаша. Бұл жерде Ақбас торғай дейді. Қандай? Құстардың қуанышы. Майсұлтан тағы қандай қойсақ болады? Құстардың көңілденуі. Тағы да. Тағы қандай деп қойсақ болады? Құстардың жерді қазу. Жоқ, құстардың жерді қазуы, Ақбас торғай, құстардың қуанышы, құстардың несі? Еңбек. Өте. Ал жауап бергенге 2 балл қойды. 2 балдан. Тек қана жауап берген оқушы ғана қояды. Соңында өздерінің бағаларында айтады. Ал балалар, барлығы түсінікті болмай тапсырмасы. Ал енді үй тапсырмасы түсінікті болса, енді біз жаңа сабақты өтеміз. Балалар, өткен сабақта біз мына тақтада қазір тақпақта айтайыншы. Кел балалар оқыдық дейді. Оқығанды көңілге ықыласпен оқыдық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жарылар. Легенің алдынан іздемей қалар. Кімнің өлеңі? Ыбырай Сарин кім ол? Жауап береміз. Ағартушы құстар. Тағы, ғалым, тағы. Мектеп, аштан, енді болды. Енді осы неден кел балалар оқылы өлең кім жатқа айтып келе алады? Кім жатқа айтып келеді? Дұрыс, өте дұрыс. Ал енді, тоқта, енді тағы мынаға да тұтқан, кім айта алады? Кел балалар оқығанда көңілге ықыласпен оқып, оқығанда көңілге сыйса көңілге
кім айтып жатқан? Және айта қойсам. Кел балалар оқығанда білмейді. Ықылас пен тоқтылық тигән біледі. Мұғы саның балалар шамнан сұрақ табылар. Іздеген жағынан ізден яқ табылар. Іздегеннің алдынан ізден яқ табылар. Ал балалар түсінікті болды ма? Енді бүгін біз өтетін жаңа сабағымыз кім туралы екен? Ыбырай Алтынсарин. Енді қараңдар, мына жерде Ыбырай Алтынсарин, мына жоғарыда тұр. Ыбырай Алтынсарин, енді мен қазір өмірбаяны туралы қысқаша айтып берейін. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы туылып, 26 қазанда Қостанай облысының Златоуст деген ауданында дүниеге келген екен. Ол кім? Яғни ұстаз, ағартушы, яғни этнограф, яғни ол қазақтың алғашқы есекер ұстаз екен. Қалада өзі оқып келеді, сөйтіп ауылды мектепке келіп, алғашқы мектеп ашқан екен. Мектепке келген кезінде ауыл балаларына келсе, ауыл балаларының барлығы не қылып жүр екен? Оқымай, жаңағы сауатсыз не болып жүргендіктен, ол мына жерге бір үйге келеді, сөйтіп мектеп ашады. Мектепке қарасам, мына жерде кішкентай ғана қораның ішіне қозылар тұрады, мына жерге екі менің үстелді қойып, сол жерге оқушыларды отырғызып, сол жерден оқушылардың сауатын, білімін неғыларды ашады. Сөйтіп осының Ыбырай атамыздың «Кел балалар оқылық» деген осы өлеңі неге шақырады? Оқуға, білімге, яғни неғыларға, құштарлыққа, несібеге шақырады екен. 1989 жылы бізде осы Ыбырай атамыздың 150 жылдық мерейтойы тойланды. 89 жылы. Қазіргі кезде Арқалық қаласында осы Ыбырай атамызға не орнатылған екен? Ескерткіш орнатылған екен. Ал енді балалар, енді бүгін біз Ыбырай атамыздың өзен деген өлеңін, мысалы қараңдар, бізде жер шарында нелер көп бізде? Өзендер көп, иә? Мұхит, көл, өзен, теңіз, иә, өте көп. Бізде осы Ыбырай атамыздың бүгінгі бізге берген өлеңнің тақырыбы не екен? Өзен. Ал енді қараңдар, өзеннің пайдасы дейді. Енді осы өлеңді қазір мәнеме оқимыз, тыңдаймыз барлығымыз. Былай дейді. Таулардан дейді, өзен ағар шашыраған. Кітапқа қараймыз барлығымыз, түзіп отырамыз. Айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілім суың ішен ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда жіпсіз тұрған тоғайлары, суылдар желмен бірге басырады. Он мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен суды қуатымен, көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қысқа күн көреді жанарында, дәм болар алуан-алуан барлығында. Тас-тасқа, алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыңында. Балалар қараңдар, соның астында сөздік жұмыс бар екен. Қынарда деген не екен ол? Жағасында екен, жанарында деген, маңайында деген сөз екен. Ал енді бізде өлшерде өзен туралы өлеңді берді. Қазір енді балалар бізде топтық жұмыс. Топтық жұмысқа әрқайсымыз топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс. Бірінші топқа сендер Ыбырай атамыздың өмірбаяны туралы жазасыңдар. Мынаған топтық жұмысқа. Ал сендер өзен, Қазақстанда қандай өзен түрлері бар? Соны жазамыз. Ең қорғаймыз. Бәрін жазамыз. Біреуін жазамыз, қалғандарын өзеннің аталарын айтып отырыңдар. 3 минут уақыт беремін. Ал сендерге сендерге өзеннің несі, сендерге өзенге сипаттама айтамыз. Ал 5 жолды өлеңдер жазады. Мысалы, Дания сыртсын есімге өзен дегенге сөйлем құрады. Сендер сөйлем құрады, өзен. Kan proyek var mı? Olmayız. Babalar, baba. Kan? 3 minut vakit veriyoruz. Babalar vakit çekiyorlar. Söylem burayı. Güzel diyeyim, söylem burayı.
Bari toplu жұмыс жасаймыз, балалар. И соны құрылдаймыз. 3 минут уақыт беремін, балалар. Уақыт шектелді. Білімдерін ашты, дұрыс. Балалар дұрыс па? Иә, дұрыс. Яғни, ығырай алдын сайын 1841 жылы туылып, 1889 жылдар аралығында Мерғалиге өмір сүрген ол кім екен? Алғашқы ұстаз. Өте жарайсыңдар. 3 балдан қойып аламыз балалар. Сіздерден ал. Енді келесі топ, 3-ші топ ең алдында отырыңыз. Екі сөйлем жасаңдар да болды. Екі Келем. Al seni nayedesi. Sendiriye qanday suroq keldi bolalar? Ya, o'zingiz ko'zga qo'ygan qanday ishlar Ауыл өзен, яғни сатыр алған өзен дұрыс. Бұл жерде қандай жұмыстар болып тұр берді? Жарайсың. Ал өзенге 3 балдан жаңағы топтық жұмысқа аласыңдар. Балалар сыйламайды. Ал енді 3 балдан алдық. Енді балалар барлығымыз серту жаттығуын жасаймыз. Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Алдымыздағы серту жаттығуын жасаймыз. 1, 2, 3 дегенде жасаймыз. Алдымызға қойып аламыз. Алдымызға қараймыз.
өзгерту жаттығуын жасаймыз. Қане бәрін жасаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бірдей істейміз. Қане? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қане? Тағы. 1, 2, 3. Ал енді өзіңден саташқаны. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тағы. 1, 2, 3. Тағы. 1, 2, 3. Бала серіп қалып па? Ал, отырыңдар. Алланың көзіңдерші, бәрі. Атқан кеспе. Қазір сендермен бала. Бүгінгі жаңа сабақты кім туралы көттік? Енді осы жақсы серпінмен біз енді қазір я жоқ деген ойынды ойнайықшы. Тақтаның үстіне де, партаның үстінде сөздер жазылады. Қайсы дұрыс, соны қазір жаңағыдай топтық жұмыспен яғни жасаймыз. Мен оқимын, сол оқушы келіп, әр топтан екі оқушы да келіп шығады. Бағдәулет, ашықта кел, оқытыш. Ал, мына жерде бала я жел жоқ деген ойын оқушы қалай отырады? Мына жерде жасылға я деген қоямыз, мына қызылдағыса яғни жоқ деген. Сөзді оқимыз, сөйтіп қайсы я сол жоқ айтамыз. Қан? Оқы. Түйе құс. Түйе құс ұшады. Ұша ма, ұшпай ма? Ұшпайды. Ұшпайды. Соны неға қоямыз, я? Дұрыс. Одан кейін оқы сен. Қыста. Қыста ұйықтайтын ірі жануар ол не? Аю. Яма жоқ па? Я. Нұрдәулет, Жанболат, екеуің шыңдар қаны? Қаны? Қазақстан астанасы Нұрсұлтан. Яма жоқ па? Астана. Тиын қыста ұйықтайды. Тиын қыста ұйықтайды. Қан бәрін отырамыз. Айсұлтан, Аликов. Ойнамамыз. Айсұлтан мен Аликов. Алыңдар. Сөйтіп оқимыз. Яма жоқ па? Сюда. Дауыссыз. Яма жоқ па? Қандай? Қата? Қата, ұятыңды. Ең ұзақ жасайтын ағаш дейді. Яма жоқ па? Емен. Ең ұзақ жасайтын ағаш емен. Яма жоқ па? Я деген қоямыз. Болсынышты шуламаймыз. Ал, және кім? Сезім келеміз. Ал, баласыныш. Ал, сенікі. Білім алу маңызды. Яма жоқ па? Дұрыс. Оқимыз. Бағдаршамның көзі ақ, жасыл, қызыл дейді. Яма жоқ па? Жоқ. Одан кейін тағы да тоқтан бал сезіммен
Odan keyin ana to'plangan және Kel. Al, o'qiymiz. Kun tunga jarqiraydi. Kun tunga jarqiraydimi? Yo'q, kun tunga jarqiraydimi? Yo'q. Yo'q qani yozamiz. Ya, o'qiymiz. Da'vosi turga bo'linadi. Da'vosi do'stlar uch turga bo'linadi. Yana yo'qmi? Yo'q. Qanday da'vosi do'stlar neshiga bo'linadi? Yo'q. Da'vosi ikkiga. Juan, ya, juan jinsiga bo'ladi. Ya'ni bu Еді тағы екі сұрақтан қалды, ал еге ұшықшы. Ал, Алардың спортпен шұғылданудың денсаулыққа пайдасы жоқ дейді. Яма жоқ па? Спортпен шұғылданудың денсаулыққа пайдасы жоқ. Одан кейін бар. Келесі мына тоқтаған. Әдебиетке ұшырамыз. Оқимыз. Тез балалар. Бар жауда жауап. Жоқ. Ал. Көктемде не істейді? Ағаштар не істейді балалар көктемде? Бүрші, ал, ана топтан алтынаймен айда шығамыз. Енді екеу қалды, екі топтан. Сұраққа жауап берген оқушылар өздеріне балдан қойып отырыңдар. Бір қалдан, я. Қабилар кірі бөлге бөлінеді, яма жоқ па? Я. Ал, балалар, барлығымыз сұрақтарға жауап берді. Бір балдан қойып отырыңдар ма? Ал, бір балдан қойсаңдар, енді балалар бәріміз бері қараймыз. Біз бүгін қандай сабақ өттік? Не еді? Ыбырай Алтынсарин туралы, я? Ыбырай Алтынсарин кім еді ол? Бүгін біз қандай өлеңін өттік? Ал енді қараңдар, енді қысқаша мен сұрақ қояйын сендерге. Өзен туралы бүгінгі тақырып бойынша. Балықтар қай жерде өмір сүреді? Қандай балықтың түрлері бар? Там на топқа тексер жауап береміз. Жоқ, қандай балық? Орында тұрып жауап береміз. Сазан, жайын. Дұрыс, я? Дұрыс. Ал енді сендерге қандай жануарлар білеміз? Жоқ, үй жануарларды. Сиыр, қой, ешкі, я, бұзау жатыр. Ал сендерге шөптерге, қандай шөптерге білеміз? Бұл жерде өзіміздің білетін бір шөп. Сары шөп емес, аты бар ғой. Жусан, жоңышқа, тағы. Я, жоңышқа, жусан, яғни шөп. Ал енді қараңдар балалар. Балалар бүгінгі сабағымыз бізге түсінікті болды ма? Иә. Енді бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, енді біз үйге осы нені өзен дегенді үйге жатқа жаттап келеміз.
қанша алдың? 8 бала болды. Жеті. Бәсе. 8. Кім? Қанша? 5. 4 бал. Келесінде біз қандай балаламыз? Жақсы 9 балалар. Енді мына топтың балаларын естейік екен. Әдемі. 8. Бал сезім. Қыдыр. 9. 7. Өте керемет. Ал селесінде 3 топтың. Ал алтайдан бастайық. 10. 8 және 16 өте керемет. 8. Ол қайдан 8 ақтың сен? 8 қай? 7. Жарайды. Балдар бүгінгі өздері бал